Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Ауыл шетіндегі ескі үйдің терезесінен әлсіз жарық қана көрінетін. Сол жарықтың астында 17 жастағы Бекзат қалың кітапқа үңіліп отырды. Үй іші мұздай. Пештегі көмір баяғыда сөніп қалған. Анасы көрші бөлмеде жөтеліп жатыр. Ал үстел үстіндегі жалғыз шам кейде жанып, кейде өшіп мазасын алады. Бекзат көзін уқалап қойып кітап бетін қайта ашты. «Тағы оқып отырсың ба, балам?» деді анасы әлсіз дауыспен. «Иә, мама. Ертең сынақ бар». Анасы үнсіз қалды. Оның үнсіздігі Бекзатқа ауыр бататын. Өйткені анасы бәрін түсінетін. Үйдегі ақшаның жоқ екенінде, ұлының кейде аш жүріп оқитынында, бірақ соған қарамай арманына жабысып жүргенінде. Бекзаттың әкесі бірнеше жыл бұрын ауыр дерттен көз жұмған еді. Сол күннен бастап үйдің бүкіл салмағы анасының иығына түсті. Ол мектепте еден жуып жұмыс істейтін. Кей күндері кешке үйге әрең жететін. Бірақ ұлының алдында ешқашан жыламайтын. Бір күні Бекзат мектептен ерте қайтты. Үйге кірсе, анасы орындықта үнсіз отыр екен. Ал алдында бірнеше қағаз бен төленбеген шоттар жатыр. «Не болды?» деді Бекзат абыржып. Анасы жымиғандай болды. «Ештеңе, бәрі жақсы». Бірақ бәрі жақсы емес еді. Сол түні Бекзат ұйықтай алмады. Терезеден сыртқа қарап ұзақ отырды. Көшеде адамдар асығып жүр. Әркімнің өз өмірі бар. Ал оның өмірі бір орында тұрып қалғанда еді. Мүмкін, арманым тым үлкен шығар. Ол осы ойдан өзі шошып кетті. Себебі бала кезінен тек бір ғана нәрсені қалайтын. Дәрігер болу. Ол бұл арманда әкесін жоғалтқан күні таңдаған еді. Әкесі ауырғанда ауылда дұрыс дәрігер болмады. Аурухана алыста. Көмек кеш келді. Сол күні кішкентай Бекзат әкесінің қолын ұстап отырып, ішінен ант берген. «Мен өсемін. Мен адамдарды құтқарамын». Сол ант оны жылдар бойы алға сүйреді. Бірақ арманға жету оңай емес екен. Мектеп бітірер жылы бәрі одан күдер үзгендей болды. Кей мұғалімдер: «Медицинаға түсу оңай емес. Ақшасы барлар оқиды» дейтін. Кей достары мазақ қылатын. «Сен бе дәрігер болатын? Әуелі өзіңді құтқарып ал». Бекзат үндемейтін. Бірақ әр сөз жүрегіне қадалатын. Кешкісін ол базарда жүк таситын. Түнде сабақ оқитын. Кейде көз ілмей таңды қарсы алатын. Қолы жарылып кететін күндер де болды. Бірақ ешкімге шағымданбады. Бір күні базарда ауыр қорап көтеріп келе жатып, аяғы тайып құлап түсті. Қораптар жан-жаққа шашылды. «Ей, абайламайсың ба?» деп айқайлады сатушы. Айналадағы адамдар қарап тұрды. Ешкім көмектеспеді. Бекзат жерден жайлап тұрды. Тізесі қанап кеткен. Бірақ ол қораптарды үнсіз жинай бастады. Сол сәтте оның көзіне жас келді. Шаршағаннан емес, жалғыздықтан. Өйткені ол қанша тырысса да, өмір оны қайта-қайта сынай беретіндей көрінді. Сол түні үйге кеш оралды. Анасы ұйықтап қалыпты. Үстел үстінде оралған бір түйіншек тұр екен. Ашып қараса, ішінде 2 бәлішпен кішкентай хат жатыр. «Балам, шаршама. Сен міндетті түрде жақсы дәрігер боласың. Мен саған сенемін». Бекзат хатты оқып отырып жылап жіберді. Ол өмірінде алғаш рет қатты жылады. Өйткені ұзақ уақыт бойы ешкім оның шаршағанын байқамаған еді. Келесі күні университетке грант нәтижесі шығатын күн болды. Бүкіл түнді ұйқысыз өткізді. Таңертең интернет клубқа кіргенде қолы дірілдеп тұрды. Тізім ашылды. Ол көзін жүгіртіп іздей бастады. Бірақ аты жоқ. Тағы қарады. Жоқ. Сол сәтте бүкіл әлем үнсіз қалғандай болды. Айналасындағы адамдар қуанып жатыр. Бірі ата-анасына хабарласып жатыр. Ал Бекзат экранға қадалған күйі қатып қалды. Арманы бір сәтте алыстап кеткендей еді. Ол сыртқа шықты. Күн суық. Аспан сұр. Қаланың шуы алыстан ғана естіледі. Бекзат аялдамаға барып үнсіз отырды. Қалтасында үйге қайтатын ақша ғана қалған. Сол кезде телефоны шырылдады. Анасы. Ол тұтқаны көтере алмай біраз отырды. Сосын баяу жауап берді.
Иә, мама. Балам, нәтижені көрдің бе? Бекзат көзін жұмды. Дауысы әрең шықты. Көрдім. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын анасы күтпеген сөз айтты. Ештеңе етпейді, балам. Кейде армандар бірден орындалмайды. Осы сөзден кейін Бекзаттың жүрегі одан сайын ауырлап кетті. Себебі ол анасының да жылап тұрғанын сезді. Ал дәл сол сәтте ол әлі білмейтін. Өмір оған ең ауыр сынақтарын енді ғана дайындап жатқан еді. Грантқа түсе алмаған күннен кейін Бекзаттың өмірі мүлде өзгеріп кетті. Бұрын ол шаршаса да ішінде үміт болатын. Ал енді бәрі бос қалғандай сезілді. Таңертең оянудың өзі қиын еді. Көшеде адамдардың күліп жүргенін көрсе, өз өмірі тоқтап қалғандай көрінетін. Бірақ уақыт ешкімді күтпейді. Үйдегі жағдай күннен күнге қиындай берді. Анасының денсаулығы нашарлап кетті. Жұмысқа барған сайын кешке әлсіреп қайтатын. Бір күні ас үйде шай құйып тұрған кезде қолы дірілдеп кесені жерге түсіріп алды. Шыны быт-шыт болды. Мама, деп жүгіріп келді Бекзат. Анасы жымиған болды. Ештеңе емес, қолың шаршап кеткен шығар. Бірақ оның жүзі бозарып кеткен еді. Сол түні Бекзат ұзақ ойланды. Төсекте жатып төбеге қарап шықты. Терезеден жаңбыр дыбысы естіліп тұр. Үйдің төбесінен тамшы ағып жатыр. Мен қазір берілсем бізді кім құтқарады? Келесі күні таңертең ол ерте тұрып қалаға кетті. Жұмыс іздеуге. Бірақ бәрі оңай болған жоқ. Тәжірибең бар ма? Жоқ. Онда бізге жарамайсың. Бұл сөзді ол күнне ондаған рет естіді. Кешке дейін аяқтан тозып жүрді. Қалтасында соңғы тиындар ғана қалған. Аш еді. Бірақ тамақ алуға қимады. Күн батып бара жатқанда бір шағын дәмхананың артына отырып қалды. Қолын бетіне қойып үнсіз отырды. Сол кезде жанында бір қарт кісі тоқтады. Балам, жағдайың дұрыс па? Бекзат басын көтерді. Иә, бәрі жақсы. Қарт оның көзіне қарап бәрін түсінгендей болды. Ашсың ба? Бекзат жауап бермеді. Бірақ үнсіздік бәрін айтып тұрды. Қарт дүкеннен ыстық нан мен шай алып келіп берді. Мә, адам кейде тамақ емес, үміт жоғалтқанда құлайды. Бекзат тамағына түйін тығылып қалғандай болды. Рахмет. Қарт күлімсіреді. Бір күні сен де біреуге көмектесесің. Ол кетіп қалды. Ал Бекзат әлгі сөздерді ұзақ ұмыта алмады. Бірнеше аптадан кейін ол құрылысқа уақытша жұмысқа тұрды. Таңнан кешке дейін ауыр зат тасиды. Қолының терісі жарылып кетті. Белі ауыратын болды. Бірақ ол ақша жинай бастады. Түнде үйге шаршап келсе де кітаптарын ашатын. Анасы кейде үнсіз қарап отыратын. Балам, өзіңді қинамашы. Мен тоқтасам болмайды, мама. Сен әлі жассың. Арман күтіп тұрмайды. Сол сөзден кейін анасы теріс қарап жылап алатын. Бір күні құрылыс алаңында үлкен оқиға болды. Жаңбырдан кейін еден тайғақ еді. Жұмысшылардың бірі биіктен құлап түсті. Айналадағылар абыржып қалды. Біреу жедел жәрдем шақырды. Біреу айқайлап жүр. Ал әлгі жігіт қозғалыссыз жатты. Бекзаттың жүрегі қатты соғып кетті. Ол жүгіріп барып әлгі адамның жанында тізерлей отырды. Мектепте оқыған алғашқы көмек сабақтары есіне түсті. Қолы дірілдеп тұрса да тынысын тексерді. Аға, естисіз бе? Жауап жоқ. Айналадағы адамдар дабырлап кетті. Тиіспе. Дәрігер емес қой. Қой, балам. Бірақ Бекзат орнынан қозғалмады. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе оянғандай болды. Қорқыныш па? Жоқ. Бұл баяғы арманы еді. Ол барынша көмектесуге тырысты. Жедел жәрдем келгенше адамның жағдайын бақылап отырды. Фельдшерлер келгенде олардың бірі таңырқап қарады. Оны сен істедің бе? Бекзат үндемей басын изеді. Дұрыс жасапсың. Сол сөз оның жүрегіне ерекше әсер етті. Өйткені ұзақ уақыттан бері ешкім оған дұрыс деп айтпаған еді. Сол күннен кейін оның ішінде әлсіз үміт қайта жанды. Ол медициналық университетке қайта дайындала бастады. Күндіз жұмыс, түнде оқу, ұйқы жоқ, демалыс жоқ.
Бір күні түнгі 3-те кітап оқып отырып көзі ілініп кетіпті. Таңертең оянса, үстіне көрпе жабылып тұр. Анасы жапқан. Ал үстел үстінде тағы бір хат жатыр. Балам, сен шаршадың. Бірақ сенің көзіңдегі от әлі сөнбепті. Әкең тірі болғанда сені мақтан тұтар еді. Осы жолы Бекзат көз жасын тоқтата алмады. Ол хатты кеудесіне қысып ұзақ отырды. Сол сәтте ол өзіне бір уәде берді. Қанша қиын болса да, қанша рет құласа да, ол дәрігер болады. Бірақ өмір оның бұл уәдесін тағы да қатал сынамақ еді. Қыс аяқталып көктем келгенде Бекзат қайтадан емтихан тапсырды. Бұл жолы ол бұрынғыдай қорыққан жоқ. Өйткені өмір оны қорқыныштан да ауыр нәрселерге үйреткен еді. Нәтиже шығатын күні ол интернет-клубқа тағы келді. Бірақ бұл жолы жүрегі баяу соғып тұрды. Іштей өзін ең жаман жауапқа дайындап қойған. Тізім ашылды. Бекзат көзін жүгіртіп төмен қарай түсті. Бір сәттен кейін ол қатып қалды. Өз аты. Грант. Медицина факультеті. Ол экранға ұзақ қарап тұрды. Сенбей, қуан алмай, жылай алмай. Бірнеше секундтан кейін ғана бәрі жеткендей болды. Қолы дірілдеп телефон шығарды. Мама. Иә, балам. Мен түстім. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын анасының жылаған даусы естілді. Мен саған сенгенмін, балам, мен білгенмін. Сол күні Бекзат өмірінде алғаш рет өзін жеңімпаз сезінді. Бірақ ол әлі арманға жетпеген еді. Шын сынақ енді басталды. Университеттегі алғашқы айлар өте ауыр өтті. Қаладағы өмір қымбат. Сабақ қиын. Айналасындағы студенттердің көбі ауқатты отбасынан еді. Қымбат телефон, әдемі киім, көлік. Ал Бекзат ескі күртемен жүретін. Кейде асханаға кірмей, су ішіп қана сабаққа кететін. Бірақ ешкімге білдірмейтін. Түнде қоймада жүк түсіріп жұмыс істейтін. Таңертең сабаққа көздері қызарып келетін. Бір күні лекцияда отырып көзі ілініп кетті. Сен, артқы қатардағы, деп айқайлады оқытушы. Бекзат орнынан атып тұрды. Медицина саған ойын сияқты ма? Аудитория ду күлді. Кешіріңіз. Егер шыдай алмасаң, басқа мамандық таңда. Осы сөзден кейін аудитория тынышталып қалды. Бекзат басын төмен түсірді. Сол сәтте ол қайтадан баяғы базардағы құрылыс алаңындағы әлсіз өзін сезінді. Сабақтан кейін ол бос аудиторияда жалғыз отырды. Көз алдында әкесінің бейнесі. Анасының шаршаған жүзі. Төбеден аққан су. Суық үй. Жарылған қолдары. Осының бәрі бекер ме еді? Ол жұдырығын қысып орнынан тұрды. Жоқ, мен берілмеймін. Сол күннен кейін ол өзін аяуды тоқтатты. Кітапханадан шықпайтын болды. Ұйқысы азайды. Бірақ бағалары көтеріле бастады. Кей мұғалімдер оны байқай бастады. Әсіресе тәжірибелік сабақтағы ұстазы Ермек ағай. Бір күні ол Бекзатты тоқтатты. Сен қатты шаршап жүрсің. Жоқ, бәрі жақсы. Өтірік айтпа. Көзің айтып тұр. Бекзат үндемеді. Ермек ағай біраз қарап тұрды да. Бірақ сенің бір артықшылығың бар. Қандай? Сен адамдардың ауырсынуын түсінесің. Осы сөз Бекзаттың есінде мәңгі қалды. 3-ші курста студенттерді алғаш рет аурухана тәжірибесіне жіберді. Бекзат ақ халатты алғаш киген күні айна алдында ұзақ тұрды. Бұл оның бала күнгі арманы еді. Бірақ сол ақ халаттың қаншалық ауыр екенін ол әлі білмейтін. Алғашқы күндер өте қиын өтті. Ауруханадағы айқай. Жылаған адамдар. Шаршаған дәрігерлер. Үміт пен қорқыныш араласқан дәліздер. Бір күні кешке қабылдау бөліміне кішкентай қызды алып келді. Анасы қатты жылап тұр. Біреу көмектесіңдерші. Дәрігерлер жүгіріп кетті. Бекзат та көмектесуге тырысты. Бірақ қыздың жағдайы өте ауыр еді. Бірнеше сағаттан кейін дәлізде үнсіздік орнады. Қызды құтқара алмады. Анасының жылаған дауысы бүкіл бөлімді толтырды. Бекзат қатып қалды. Бұл оның алғаш рет біреудің өмірден үзіліп кеткенін жақыннан көру еді. Сол түні ол ұйықтай алмады.
Құлағынан әлгі ананың үні кетпеді. Неге? Ол терезе алдында таң атқанша отырды. Сол кезде Ермек ағай қасына келді. Алғаш рет пе? Бекзат үнсіз басын изеді. Үйрене алмайсың, деді ұстазы баяу. Тек көтеріп жүруді үйренесің. Мен әлсіз шығармын. Жоқ, әлсіз адам бұл жерде ұзақ жүрмейді. Бекзат көзін сүртті. Бірақ неге сонша ауыр? Ермек ағай терезеге қарап біраз тұрды. Өйткені дәрігер болу тек ауру емдеу емес. Бұл біреудің соңғы үміті болу. Осы сөз Бекзаттың жанын тіліп өтті. Сол күннен кейін ол әр науқасқа басқаша қарай бастады. Олар оған жай адам емес еді. Біреудің әкесі, біреудің анасы, біреудің баласы. Жылдар өте берді. Бекзат оқуын аяқтауға жақындады. Бірақ дәл сол кезде тағдыр оған ең ауыр соққысын дайындап қойған еді. Бір күні сабақ үстінде телефоны қайта-қайта шырылдай берді. Ол сыртқа шығып тұтқаны көтерді. Көрші әйел екен. Дауысы дірілдеп тұр. Бекзат, тез келші мамаң. Оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не болды? Анаң ауруханада. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Ал сол сәтте Бекзат әлі түсінбеген еді. Келесі бірнеше сағат оның бүкіл өмірін өзгертетінін. Бекзат ауруханаға қалай жеткенін өзі де түсінбей қалды. Көшедегі адамдар, көліктердің дауысы, бағдаршамдар, бәрі бұлдыр еді. Оның ойында тек бір нәрсе болды. Мамаға ештеңе болмау керек. Ол қабылдау бөліміне жүгіріп кірді. Гүлнар Әбдіқадырова қай палатада? Медбике қағаздарға қарап. 3-ші қабат. Бірақ қазір дәрігер қарап жатыр, деді. Бекзат баспалдақпен жоғары қарай жүгірді. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып тұр. Палата есігі жартылай ашық екен. Ішке кіргенде анасын көрді. Өңі қуарған. Әлсіз, қолына жүйе жалғанған. Сол сәтте Бекзаттың бала күнгі ең үлкен қорқынышы қайта тірілгендей болды. Ол баяу жақындап анасының қолын ұстады. Мама. Анасы көзін ашып әлсіз жымиды. Келдің бе, балам? Неге маған айтпадың? Сенің оқуыңды уайымдадым. Бекзат көз жасын тыя алмады. Ол өмір бойы адамдарды құтқаруды армандады. Бірақ ең жақын адамын қорғай алмай тұрғандай сезінді. Дәрігерлер анасының жүрегінде күрделі мәселе барын айтты. Ұзақ уақыт шаршау мен ауыр еңбек денсаулығына қатты әсер еткен. Сол түні Бекзат палата жанындағы орындықта таң атқанша отырды. Ұйықтамады. Тек анасының тынысын тыңдап отырды. Бір кезде анасы жайлап сөйледі. Балам? Иә. Егер мен бір күні кетіп қалсам? Мама, олай демеңіз. Тыңдашы, деді анасы әлсіз жымиып. Сен міндетті түрде жақсы дәрігер бол. Адамдарды құтқар. Сонда менің барлық қиындығым босқа кетпейді. Бекзат басын шайқады. Жоқ, сіз бәрін өзіңіз көресіз. Мен сізді мақтан етемін әлі. Сол түн ол алғаш рет қатты қорықты. Нағыз қорқынышты сезінді. Бақытына қарай анасының жағдайы тұрақталды. Бірақ оған ұзақ ем керек болды. Сол күннен кейін Бекзат бұрынғыдан да көп еңбек етті. Интернатура, түнгі кезекшілік, ұйқысыз түндер, шаршау, кейде аурухана дәлізінде отырып көз іліп кететін. Бірақ ол ешқашан шағымданбады. Өйткені әр ауыр күн оны арманына жақындатып келе жатқанын білетін. Уақыт өте ол жас дәрігер болып жұмысқа орналасты. Алғашқы күндері өте қиын болды. Кей науқастар сенімсіз қарайтын. Өте жас екен. Шынымен дәрігер ме? Бұл сөздер оның жүрегіне тисе де үндемейтін. Өйткені ол өзін сөзбен емес, іспен дәлелдеуі керек екенін түсінді. Бір жаңбырлы түнде ауруханаға ауыр жағдайдағы ер адамды алып келді. Жағдайы өте қиын еді. Тәжірибелі дәрігерлердің көбі басқа операцияда болған. Бөлімде қысқа уақытқа абыржу басталды. Жағдай нашарлап барады. Уақыт жоқ. Бекзат науқасқа қарады. Бозарған жүз, әлсіз тыныс, қорыққан туыстар. Кенет ол жылдар бұрынғы өзін есіне түсірді. Әкесін, анасының көз жасын, аялдамада жалғыз отырған күнін.
Құрылыс алаңындағы жараланған адамды. Ермек ағайдың сөзін. Дәрігер болу, біреудің соңғы үміті болу. Сол сәтте оның ішіндегі қорқыныш жоғалып кетті. Орнына сенім келді. Науқасты дайындаңдар, деді ол нық дауыспен. Медбикелер бір-біріне қарады. Сенімсіз бе? Уақыт жоғалтпаймыз. Сол түні Бекзат бірнеше сағат бойы науқас үшін күресті. Қолдары шаршады. Көзі жасаурады. Бірақ тоқтамады. Ақыры монитордағы көрсеткіштер бір қалыпқа келе бастады. Бөлмеде тыныштық орнады. Бірнеше секундтан кейін тәжірибелі дәрігер ішке кіріп, нәтижені көріп таңғалды. Мұны сен істедің бе? Бекзат шаршаған күйде басын изеді. Дәрігер оның иығына қолын қойды. Жарайсың, доктор. Осы сөзді естігенде Бекзаттың жүрегі шым ете қалды. Доктор. Бала күннен естуді армандаған сөз. Бірнеше күннен кейін әлгі науқас есін жиды. Бекзат палатаға кіргенде ер адамның отбасы орнынан тұрып оған қарады. Көздерінде жас, үміт, ризашылық. Науқастың әйелі Бекзаттың қолынан ұстап, сіз менің жолдасымды аман алып қалдыңыз. Біз сізге өмір бойы қарыздармыз. Бекзат не айтарын білмей қалды. Кеудесіне бір ауыр нәрсе кептеліп қалғандай болды. Сол сәтте ол өткен өмірін көз алдынан өткізді. Суық үй, аш күндер, жылаған түндер, сынған үміттер, анасының хаттары, жалғыздық, шаршау, бәрі босқа болмаған екен. Сол күні кешке Бекзат ауруханадан шығып аспанға ұзақ қарады. Күн батып бара жатты. Қаланың шамдары біртіндеп жанып жатыр. Ол телефонын шығарып анасына хабарласты. Мама. Иә, балам. Бекзат үнсіз күліп тұрды. Көзінен жас ақты. Мен бүгін бір адамның өмірін сақтап қалдым. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын анасының дірілдеген дауысы естілді. Мен саған сенгенмін, балам. Бекзат көзін жұмды. Ақыры ол түсінді. Арманға жету бай болу емес. Танымал болу емес. Арманға жету деген бір адамның өміріне жарық сыйлай алу екен.